Samsung Volkswagenнің жолын қуғалы отыр. Тәуелсіз зертханалардың зерттеулері нәтижесінде Еуропада сатылатын оңтүстік кореялық компанияның теледидарлары ресми сынақтарда ғана аз энергия кетіретіндігін көрсететіндігі анықталды. Британдық The Guardian басылымының айтуынша, Еурокомиссия осы қорытындыны есепке ала отырып, зерттеу өткізбек. Сондай-ақ тұрмыстық техниканың энерготиімділікке қатысты талаптарын да қатаңдатуға уәде берді. Яғни көрсеткіштерді түзететін бағдарламаларға тыйым салады. Көрсеткіштерді өзгертетін бағдарламалар орнатылған үшін Volkswagen неміс концернінің де басы дауға қалған еді. Samsung компаниясы болса, құрылғыларының функциялары сынақ нәтижелерін оңтайландырмайтынын және тұрмыста да дәл сондай жұмыс істейтіндігін айтуда. Facebook қолданушы профайлдарына сурет орнына қысқа бейне жазба орналастыруға мүмкіндік беретін жаңарту шығарды. Одан бөлек қолданушылар басты суретінің өзгеретін мерзімін қоя алатын болды. Өзінің Facebook парақшасында видео орналастыруға болатыны интернет-ресурс қолданушыларына аса қызық болып отыр. Әйтсе де әзірге аватар ролик 7 секундтан аспайды. Күллі әлемге әйгілі перғауын Тутанхамонның мазарында Нефертит патшайымның көмілген бөлмесі болуы мүмкін. Бұл жөнде Египеттің ежелгі істері жөніндегі министрі Мамдух Аль-Дамати Каирда өткен баспасөз отырысында мәлімдеді. Осы аталған жасырын бөлмелер мен Аменхотептің зайыбы 4-ші Эхнатонның қабірі осы жылдың аяғына дейін ашылады деп уәде берді. Мазарға шамамен 3,3 мыңнан астам жыл болған. Осы ақпараттың рас өтірігін тексеру үшін министрдің айтуынша мамандар мазарға радиологиялық зерттеу өткізбек.